Бауырларым, қазақ жұртым, ісік басылған, шүкір. Айтпағым, мына 27 қазан, содан бір апта алсаң, 20-сынан бастап болар алған. Мұнан бастады ғой. Мұнан бастап бірінші мынау ісіп кетті. Мына таза. Тіста таза, Алла қарағанда. Содан кейін екі күн ауырды да, мына тамағым ісіп кетті ғой. Тамақ бастырмайды кәдімгі, нәм болып кетті. Енді бетіп келді де жақында көрсеттім ғой, мұнан ісіп кетті. Соны енді қарағым, мұны Құранға жабыстық қой енді. Ауырғанда айттым ғой, Алла тағала сынақ береді, өлім береді. Өлім бермейтін болатын болса, бұл біз мүлдем өліп кетеміз екен де. Даже пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір несі бар, ұмытып қалып отырмын. Орамал тақпайтындар бар мысалы. Кеше бір қызбен сөйлестім, сол айтады. Намаз оқиын деп едім, істейін дейді мысалда, көрдіңіз ба? Сол сияқты ізденеді деймін, менің айтқан сөздерімде бір пайдасы болады. Енді айтпағым, бәрі жақсы, шүкірмін да. Алла дейді, менің мына оқырмандарым айтып жатырмын. Фейсбуктан, тиктоктан, инстаграмнан жазылып кет, бөля деп жатыр ғой. Көзім ашылды, қараңыздар. Көзім жауып қалып еді ғой. Сосын бәрі бітті ғой, мұнан шықты ғой. Кеше бір жазып, мен диагнозын біліп қалып, дәрі айтып жатыр, осындай дәрі ал деп. Бірақ әлі барған жоқ ешқайға. Енді қараңыздар. Тілге кетті енді. Бүгін осыдан аман шықсам, бір екі күннен кейін бұл кетеді, бұл аурудан құтыламыз да. Больницаға барса емдемейді айттым ғой. Больницаға мен мамам апрельде ауырды, мамамның да диагнозын әрең тапты ғой атыраудан. Бір ай дегенде апрельде ауырды, майға дейін, мамырға дейін өзім тамағым пісіріп нетіп істедім. Содан кейін барып ауыр болды ғой. Көрдіңіз ба? Медицина дамып жатыр дейді. Медицина емдемейді, жұмыс жоқтар. Мен қалай жұмысқа шығам? Анамды қайда тастап кетемін деген сияқты. Сондай туындайды. Анамды енді до конца әкем 2013-тен бастап қарап жатырмын. 2013-те әкем ауырды, 2015-те қайтты ғой. Ата-аналарыңызды қолыңызда. Кеше тағы бір қызбен таныстым, Әйгерім деген. Баласы өте жағдайда, туғаннан солай екен. 2 жылдай болды деді ме, тұра алмайды, жүре алмайды. Врачтың кесірінен дейді ал. Мен врач кінәлап тұрған жоқпын да, бірақ мен сияқты адамдарды емдемейді. Страховой полис жоқ деп. Соны қалай істеуге болады? Тыңдап жатсаңыздар, депутат мырзалар, жоғарғы парламент министріне 45 министрді белгілеймін. Денсаулық министрлігі неге сол емдемейсіздер, страховой полиссіз? Жауы жоқ қой. Мен енді жағдай нашарлар бар ғой. Деп айтқым келеді, міне намаз оқиық, Құран бар. Месуағым бар. Месуағымда қасында жатыр. Месуақ алынды. Бұнда пайдасы бар, кеше тазалап жатырмыз. Амандықта болайық деп, бүгін шүкірмін деп айтып жатырмын. Аллахқа шүкір, Аллахқа шүкір. Менің аман жұртымыз тыныш болсын. Менің оқырмандарым постоянно сұрайтындарға жазып жатқаным ғой. Намаз оқиындар, ер адамдар. Орамал тағып жүрді. Батылдағыларға да ештеңе айта алмаймын, бірақ енді осылай шығарып тастаған ғой. Өте жаман нәрселер істеп жатыр. Кореянікі қараңдар, Корея, Таиландтың қыздарын қараңдар, қалай істеп жатыр. Балдары да ойнап жатыр. Сондай ойнауға әдіс. Мына шешініп жүргеннен жақсы ғой дегенім ғой. Дұрыс ойын тауып олыңдар шеш дегенім ғой. Ақша тауып қуат, солай да ақша тауып жатыр да. Бізге ештеңе түсіп жатқан жоқ енді. 1000 теңге, 2000 теңге түссек күшті ғой. Амандықта болайық, тіркеліп кетейік. 8-763-07-31, мен активім. Анем Коля Алексеевич, 4 қой. Өзімнің үш қолымды көрсетіп жатқаным ғой. Беті табақтай болып кетті, бет кетті, сөйтіп кетті, себіліп кетті. Арам тамақ дегендерге
Шекерді бұлыққа салып жатырман. Барынша. Ал, көрдіңдер достар. Емдейін дегендер, врачтар үйге келіп емдеңдерші. Ақыларыңды жемейміз. Дәрілер алып келетін болсаңдар. Укол алып көріп маған. Ісік әлі тұр.